Сәлем баршаңызға. Мен бүгін былтырдан бері жатқан көйлектен қызыма көйлек тігетін боламын. Яғни жаз мезгілі жазға киетін көйлектер керек. Яғни мынау менің көйлегім. Былтыр негізі сөккенмін. Осыдан көйлек тігемін деп. Енді бүгін біз өлшемсіз жай ғана бір әдіспенен жаздық көйлек тігетін боламыз. Әуелі көйлегімізді теріс айналдырамыз. Теріс айналдырып, қызымның бір киіп жүрген киімін аламын. Сонымен нақты керек өлшемдерді алуға болады, ешқандай қиындықсыз. Енді өлшемдерді алуға кірісеміз. Негізі замокты да қалдыруға болады. Қазір көреміз енді. Так, примерно замокна жерге өттік. Примерно келіп тұрған жерлерін өлшеп сызбаламыз. Алдыңғы бөлігінің мына жерде замоктың арасы жыртылып кеткен екен, сондықтан біз бұл ара алмаймыз бұл жерді. Жаңадан планка тігетін боламыз. Сондықтан мен былай қарай өлшеп аламын. Мына юбкасының ұзындау қалу үшін мына жақтан өлшеймін.
сызықтарын қосып аламыз. 2 боковойын қосып аламыз. Содан кейін алдыңғы планкасына көшеміз. Осылай тігіп, оверлоктап алдым. Енді алдыңғы планкасына планка қажет, соған мындай 2 мата дайындап алдым. Қосымша дублерин жабыстыратын болам оған. 2 жағына да дублерин жабыстырам. Содан кейін өтектеп планкасын тігетін боламыз. Планкасын дайындап алдық. Міне осылайынан оверлоктап тігіп дайындап алдым. Ендігі кезекте бізде юбкасын жинаймыз. Юбкасы дайын болған, тек анадан оверлоктап шықтым. Енді бұны мынаған жиырып қосатын боламыз. Сол кезде дайын болады. Яғни мынаны 5 мм етіп тігіп шығып, жиырып алып, гармошка етіп жиырып алатын боламыз. Мына етегін осылай қондырып алдық, тігіп оверлоктап алдым. Енді кезекте бізде мойын ойындысыменен, яғни жағасымен жеңі қалды. Бізге жеңген қалған материалдар жетпей тұр. Сондықтан мен бұл жерде не ойластырсам келіп ойлап отырмын. Мына мысалы былай жасайтын болсақ, бұл кішкентай болып қалады. Немесе мына жағаны, мына жеңді алып та орнатуға болады негізі. Өзінің жеңі сондай болатын тұғын. Так. Ол қалай болады екен? Жеңі былай тұрса, тура келеді екен негізі жалпы ше. Енді осы жеңді алып, осы жерге қондыра саламын. Ал жағасына келетін болсақ, жағасына қазір кезде тренд болған жаға, сондай жаға саламын. Оны мынадай ақ тоже лен бар, астатық. Содан жасайтын боламын. Қазір мынаны сөгіп, мына жаққа қондыру керек. Ойлана келе мынадай астатық бар екен. Осы жаңа жетпейді деп жатқан астатықым. Осыны мынаны қақ ортасынан бөліп, ортасына мынандай 2 бөлік бар тұғын. Осыны жалғап, осыдан қазір қысқа жең жасайтын боламын. Сол кезде бірдеңе шығаруға болатын шығар деп отырмын енді. Осылайынан қақ ортасынан бөлдік. Енді мыналарды да қақ ортасынан бөлеміз. Чтобы барлығы бірдей болу үшін. Бұлай. Және мынаны да бөліп аламыз.
Енді мына бөлікті мына жерге жалғап, мына бөлікті мына жерге жалғап, сонда жалпақ келген бір жең шығады. Жасап көрейік. Міне осылайынан тігіп оверлоктап алдым. Енді осыдан бір жең шығарамыз. Менде мынандай деталь бар тұғын. Бұл вообще 98 размер. 3 жас па, сондай, 3 жасқа келетін размер. Мынадан біз шамалы келтіріп аламыз бас жағын. Және осыдан рукав шығаратын боламыз. Мына бас жағын келтіріп алдық. Где-то мынау мынау алдыңғы бөлік болғасын былай белгілеп қоямыз. Және мынаны былай қарай жіберем. Осылайынан дайындап, қазір қырқып алатын болам. Әуелі қондырмас бұрын мына жерден 0,1 қып, яғни 0,1 қып тігіп аламыз. Міне жеңдерін осылайынан оверлоктап, мындай тігіс жүргізіп алдым. Қазір енді онша не сияқты көрініп тұрған шығар сіздерге. Бұл жеңге қатысты бір күшті идеям бар. Бұның қазір соңына қалдырамыз. Қазір енді жағасына көшеміз. Ал мынаған қатысты бір жақсы идеям болып тұр. Бір шабытым ашылып, сондай бір идея келіп тұр. Әуелі қазір жағасын бітіріп алайын, содан кейін жеңге көшетін боламыз. Жағасына осындай жаға орнатамын деп айтқан болатынмын. Мынау жабысатын дублерин. Мына бұл бір қабаты, бұны жабыстырамыз. Және мына екінші қабаты астыңғы бөлігі. Осылайынан екеуін қосып тігіп шығатын боламыз. Бұны қалай жасағанымда асығыс болды, сондықтан түсірамадым. Оны келесі жолы арнайлап түсіретін боламын. Және жеңдеріне келсек, жеңдеріне мынадай не орнатам. Полоска. Несімен бірдей болу үшін, жаңағы жағасымен бірдей болу үшін, және оның ішінде мынадай резинка тағатын боламын. Бұл резинканың өлшемі менің қызымның білегіменен бірдей, яғни сол білегіменен өлшеп алдым. Сізде әр қайсыңыз тігетін болсаңыздар да осылай өз жаңағы қыздарыңыздың білегінің өлшеп аласыздар. Осындай екі бөлек, екі резинка дайындап алдым. Енді бірінші жағасын өтектеп тігіп аламын, содан кейін мынаған қондырып тігіп алатын боламын. Міне жеңдерін осылай қосып алдық. Енді бұны оверлоктап осылайынан тігіп шығатын боламын. Екі жеңін, одан кейін жағасын қосып тігіп алдым. Енді қазір бұны оң айналдыратын боламын. Осылайынан қодырып алдық. Былай растишка беріп алдым. Енді мындай косая бейка жасап алдым қолдан. Сонымен обработка жасаймыз. Әуелі былай тігіп шығамыз. Содан кейін мынаны ішке қарай қайырып тігетін боламыз. Міне жағасын осылайынан қайырып алдым ішке қарай. Енді мына арадан былай тігіп шығатын боламын.
міне жағамызды осылайынан жасап алдық. Тігістерін жауып, енді жақсылап өтектесек, мынау басылады. Мынау былай қарай кету керек. Мына жерге тимей қадалады. Сол кезде осылай болып тұрады жағасы. Былайынан жатқызып өтектеу керек. Содан кейін енді жеңіне кірісеміз. Жеңін оверлоктау керек. Мына жағы оверлоктанып, мына жағы оверлоктанбай қалған. Сол себепті мынаны оверлоктап былайынан тігіп шығатын боламын. Содан кейін резинкасын орнатамыз бұны. Міне біздің көйлегіміз дайын, жеңдерін қондырдық, өтектедік, түймесін де қадап қойдым. Жалпы бүкіл процесті түсіру мүмкін емес, оның бәрі біраз уақыт алады. Сіздердің де уақыттарыңызды алмайын деп осылай ғана түсірдім. Егер де жеке-жеке бөлек-бөлек қалай тіккеніңізді түсіріңіз дейтін болсаңыздар, комментарияға қалдырыңыздар, мен міндетті түрде оқимын. Жалпы осы былтырдан бері жатқан ескі көйлегім болатын. Ескі дейтінде ескі де емес, бірақ киілмей жатқан көйлек болатын тұғын. Соны бұзып, мына осындай әдемі көйлек шығардым. Өте әдемі көрініп тұр қазір. Жалпы менің каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Комментария қалдырыңыздар, мен міндетті түрде оқитын боламын.